Сәлем достар, біз бүгін ең оңай жасалатын морков қосылған пирог дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып кетіңіздер. Бізге керегі ең бірінші 4 жұмыртқа. Комнатный температурада болу керек жұмыртқа. 1 стақан шекер. Жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырып аламыз. Бізге ешқандай миксер керек емес. Венчик болса жарайды. Шекеріміз бен жұмыртқаны шекер езілгенше араластырып аламыз. Осының үстіне 1 стакан шемешек май құямыз. Осыған 1 столовый ложка корица, яғни даршын қосып жақсылап араластырамыз. Корицаны 1 столовый ложка өте толтырмайсыздар, горка қылып салмайсыздар. Осы қоспаларымызды тағы да осылай жақсылап араластырып шығамыз. 10 грамм разрыхитель және 1,5 стакан ұн саламыз. Қамырымызды осылай жақсылап араластырып шығамыз. Ешқандай комок қалмай, бәрі араластырып болғасын. Біз үстіне морков теркіден өткізген. 1 средний морковты теркінің кішкентай көзінен өткізіп алып араластырамыз. Және де 1 стакан изюм саламыз. Изюмнің орнына кез келген орех салуларыңызға да болады. Осыны жақсылап тағы да араластырып шығамыз. Біздің қамырымыз дайын. Осыны арнайы табаны майлап, кекс пісіретін табаны майлап, қамырымызды құйып, 180 градуста духовкаға пісіріп аламыз. Примерно 30-35 минутта піседі. Дайын болғанын деревянный палочкамен қарауға болады. Міне біздің кексіміз дайын болды. Әбден суығаннан кейін оны табасынан түсіріп, бетіне осылай сахарный пудра сеуіп шықтық. Кексіміз өте дайын болды, өте дәмді болды. Әрі оңай, тез үйдегі бар заттармен жасауға болады. Ешқандай қиыны жоқ. Корица өзінше бір басқаша дәм беріп тұрады кекске. Осылай шайға істеп көрулеріңізге болады. Ең оңай рецепт. Кекстің ең оңай рецепті. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.